әдебиеттік оқу сабағы. Тақырыбы күміс қанат ұшақтар. Сабақтың мақсаты: шығарманы мәнерлеп түсініп оқып, тақырыпқа сай ақпарат тауып оқиды. Анықтайдары. Оқушылар: мен қазір жұмбақ жасырамын, мұқият тыңдаңдар. Құстан аумайды, көкте зулайды. Жұмбақтың шешімі не? Дұрыс айтасыңдар, ұшақ. Ал енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кәдімгі ұшақтардың қандай түрлерін білесіңдер? Жақсы. Екінші сұрақ: өзің осы ұшақтардың қайсысымен ұшып көрдіңдер? Дұрыс айтасың. Оқулықтан 23-25 беттегі Жүсіпбек Қорғасбектің «Сынақшы ғарышкер» мәтінін оқимыз. Осы мәтінде бізде қапыда деген сөз кездесті. Яғни ол сөздің мағынасы кенеттен, күтпеген жерден, аяқ астынан дегенді білдіреді екен. Ал мәртебесі деген сөз беделі, абыройы деген мағынаны білдіреді. Ізден, сұра, зертте. Оқушылар: тоқтар басына түскен қиындықты қалай жеңе білді? Кейіпкер қиындыққа қарсы тұра білу дегенді қалай түсіндіреді? Өз ойымызды айтып көрейік. Оқу тапсырмасы. Кестенің бірінші бөліміндегі сөздердің мазмұны екінші бөліміндегі қай сөзге сәйкес келеді? Дәптерімізге жазып сәйкестендірейік. Келесі тапсырма: Тоқтар Әубәкіровтің өмір жолын сызба бойынша жалғастырып жаз. Қорытындыла. Қиындықты шешу үшін адамға қандай қасиеттер керек? Сендерге Тоқтардың бойындағы қандай қасиеттер ұнайды? Осы сұрақтарға жауапты дәптерімізге жазып, мұғалімімізге жібереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.